Халықтың кемеліне келіп, өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Ал азаттық пен білім тікелей ой-сана мен қажырлы еңбектің арқасында жүзеге асады. Армысыздар, эфирде «Жаса менің елім» хабары және мен Әйгерім Бәшімова. Біз бүгінгі санымызда 2016-2017 оқу жылындағы білім беру саласының өзгерістері мен жаңашылдықтары жайында айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мемлекет басшысы 100 нақты қадам, ұлт жоспары және 5 институционалдық реформа бағдарламалық құжаттарында мәңгілік ел идеясын білім беру жүйесінің мазмұнын жаңарту бойынша міндеттерді келтіруге, халықаралық стандарттарға сәйкес нақты міндеттерді қойды. Бүгінгі әлемнің тез өзгеретіні соншалық заманауи білім беру өзгерістерді соңынан емес, керісінше алдын ала болжауы тиіс. Осыған байланысты отандық білім беру жүйесі қайта құруды, халықаралық стандарттарға сәйкестендіруді және заман талабына лайықты азаматтарды даярлауды қажет етеді. Білім беру жүйесі сабақтастығы бар білім беру бағдарламалары мен әртүрлі деңгей мен бағыттағы мемлекеттік білім беру стандарттар жүйесінің, оларды әртүрлі ұйымдастыру құқықтық формадағы, типтегі және түрдегі білім беру мекемелерінде іске асырушы тармақтардың, сонымен бірге білім беруді басқаруды органдар жүйесінің жиыны. Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингтегі білім көрсеткіштің жақсаруы мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойынша мансаптық өсуі, оқыту және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай-ақ педагогтардың еңбегін мемлекеттік қолдаумен ылымдаландыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Жаңа оқу жылы жаңа өзім атап өткендей үлкен өзгерістермен басталды. Оқу жылының соңына дейін барлық педагогтарымыз ерінбей еңбек етіп, жаңашылдықты ары қарай жетілдіріп, үлкен табыстарға жетеді деген үміттеміз. Осы бағытта біз жұмыс жасап жатырмыз. Мүмкіндігінше барлық мекемелерге, барлық педагогтарға жаңашылдықты, инновацияны, қазіргі ақпараттық технологияны толығымен меңгеріп, үлкен табыстарға жетуге бағыттап отырмыз. Қазіргі таңда еліміздегі білім беру жүйесіндегі реформалар мен сындарлы саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымның ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялар мен жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болар анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтардың зиялы қауымның деңгейіне байланысты. Қазіргі заман талабына сай әр мұғалім өз білімін жетілдіріп, ескі бір сарынды сабақтардан гөрі жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз жұмысына күнделікті пайдаланса, білім беру жүйесінде мәнді, қонымды, тиімді болары сөзсіз. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев жолдауында айтқандай, болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім алу қажет. Қазақстанды дамыған елу елдің қатарына жеткізетін терезесін тең ететін білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру мәселелеріне қойылып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс тәжірибесі зерттеліп, мектеп өміріне енуде. Бүгінгі күні Тараз қаласындағы жалпы білім беретін мектептердегі 90 мұғалім өздерінің жаңағы пәндерін шет тілінде, ағылшын тілінде оқытудың арнайы біліктілік арттыру курсынан өтті. Сертификатын алды. Осыған байланысты 26 мектепте, мұнке 1-ші қыркүйектен, 2-ші қыркүйектен бастап, жаңағы химия, физика, биология, информатика пәндерін шет тілінде оқытудың пилоттық жобасы басталды. Сонымен қатар, қаламыздағы Қарашаң Рақбоб есептелетұғын Жамбыл атындағы номер 5-ші мектеп гимназияда 3 тілде оқытудың эксперименттік жобасы басталды. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты бәсекеге қабілетті маман дайындау екендігі белгілі. Сондықтан мектеп үйрететін орта болса, мұғалім оның жүрегі. Ал ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұсы оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жалпы жақсы нәтижелерге қарамастан қазіргі білім беру жүйесі жаңғыртуды қажет етеді. Еліміздегі бүгінгі бала ертеңгі маман 21 ғасыр жағдайында табысты және бәсекеге қабілетті болу үшін ол еңбек нарығында да талап етілуі тиіс. Қазіргі білім беру жүйесі түлекке тек күнделікті мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Балалардың бойында әуестікті, бастамшылдықты, табандылықты, көзбасшылық қасиеттерді, әлеуметтік және мәдени байлықты жетілдіру керек.
Осының бәрі классикалық білімдермен қоса 5 күндік оқу аптасына көшу, 3 тілділік пен 12 жылдық білім беру арқылы мектептегі білім берудің жаңартылған білім мазмұнына кіргізілген. 5 күндік оқу аптасы. Бұл жаңартылған білім мазмұнын енгізумен қатар кезең-кезеңмен 5 күндік оқу аптасына көшу жүзеге асырылатын болады. Оқушылар мен мұғалімдерге қосымша 34 демалыс күні берілетін болады. Биылғы оқу жылында 5 күндік оқу аптасымен бірге бірінші сынып оқушылары 3 тілдікті енгізу кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Келесі жылы 1-ші, 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптардың оқушылары, ал 2018 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап 1-ші, 2-ші, 3-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 10-ші сыныптар және 2019 жылдан бастап барлық сыныптар 5 күндікке көшеді. 1-ші сыныптар оқу жылынан 2017 жылдың 30 мамырына дейін аяқтайтын атап өткен жөн. Біздің өңірдің олимпиада резерві өте күшті дамыған. Яғни біздің балаларымыз қазір республика көлемінде қатарынан 10 жылдың ішінде жоғарғы көрсеткіштерге жетіп келе жатыр. Яғни олимпиадная школа деп атайды ғой, жаңағы мектеп гимназиялар бар, оның ішінде облыстық мектептер бар. Оның ішінде біздің Тараз қаласының өзі де жыл сайын балаларды ғылыми жоба олимпиадалардың жеңімпаздарын үздіксіз дайындап келе жатыр. Ол біздің мектептерде жақсы дамыған. Және де республикалық көлемде кез келген конкурста, кез келген байқауда біздің Тараз қаласының педагогтары да өзінің үлесін әрқашан қосып отыр. Білім берудің жаңартылған мазмұнына көшумен бірге 12 жылдықта енгізіледі. Шын мәнінде енгізу реті өте қарапайым. 5 және 6 жастағы балалар үшін 0-дік сынып қосылады, немесе оны мектеп алды даярлық деп атайды. 12 жылдық білім берудің бұл схемасын тек 2019 жылдың қыркүйегінен бастап енгізу жоспарланып отыр. Ата-аналардың баланы мектеп алды даярлыққа 5 жастан немесе 6 жастан бері алатындай таңдау құқығы бар. Тиісінше 1-ші сыныпта баланың даярлығына және ата-ананың тілегіне қарай 6 жастағылар да, 7 жастағы балалар да оқи алатын болады. 12 жылдық білім берудің мәнісі мектеп алды сынып үшін бірыңғай типтік білім беру бағдарламасының енгізілуі болып табылады. Мектеп алды сыныптан өту мүмкіндігі мектепке дейінгі ұйымдарда да жағдайы бар мектептерде де жасалынады. Сондай-ақ еліміздегі 3 тілдікті енгізу кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын болады. Жаңа оқу жылында жаңартылған білім беру мазмұнына 1-ші сынып оқушылары көшіріледі. Басқа сыныптарды көшіру кезең-кезеңмен жүзеге асырылып 2019 жылы аяқталады. Елбасының тапсырмасымен 2020 жылға дейін жоғарғы оқу орындарындағы барлық техникалық және медициналық мамандықтар ағылшын тілінде оқытуға көшеді. Сондықтан мектептер дайын болуға тиіс. Еліміздегі білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингтегі білім көрсеткішінің жақсару мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойынша мансаптық өсуі, оқытылу және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай-ақ педагогтардың еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Осыған байланысты елордамызда 26 қыркүйек 4 қазан аралығында республикалық жылдың ең үздік педагог байқауы өткен болатын. Онда еліміз бойынша 112 үміткер қатысуға өтініш білдіріп, 64 мұғалім ең үздік педагог деп танылды. Арнайы комиссиялық іріктеу нәтижесінде мектеп пен колледж оқытушылар арасынан облысымыздан 8 мұғалім қатысып, оның 4-еуі бұл мәртебеге лайық деп танылды. Сондай-ақ әр жеңімпазға 2017 жылдың үздік педагогі төс белгісі, куәлік және 2 миллион теңге көлеміндегі қаржылай сыйлықтар табыс етілді. Республикалық байқау мектептің білім беру ұйымындағы жалпы білім беретін жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес, кәсіби шеберлігі шыңдалған. Білім беру жүйесінде айтарлықта үлес қосып жүрген педагогтар арасында өткізіледі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл бәйге ұстаздарға өздерінің санаттарын жоғарылатуға зор мүмкіндік береді. Шығармашылықпен жұмыс істеудің ой-өрісі кең, парасатты, сондай-ақ авторлық жаңашылық идеясы бар, жан-жақты дамыған, ерекше тұлғалы педагогтар қай уақытта болмасын заман сұранысында. Гүлмира Памашева қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сындарлы саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен бүгініне, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялар мен жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болар анық дейді. Үздік педагогтың айтуынша, бүгінгі күнде жалпы орта білім беретін мектеп, жаңа қоғам мектеп, халықтық мәдениетке интеграцияланған баланың жеке басының дамуына педагогикалық жағдай жасайтын, рухани жағынан таза, дүниеге тік қарайтын, қоршаған ортамен жүйелі байланыс түзетін, білімнің жаңа мазмұнымен байланысқан бәсекеге қабілетті жаңа ұрпақ өсіріп, дамытып жетілдіретін мектеп болуға тиіс. Вот и сейчас учителям стало намного труднее. Как и все реформы в образовании, конечно, они... Бүгінде ұстаздардың жұмысы аса күрделі. Әрине, білім саласында орын алып жатқан қандай да бір жаңашылдық болмасын, ол ең алдымен сараптаудан, бақылаудан өтеді.
Мен бұл ретте жаңа заман жаһандану дәуіріне сеніммен аяқ басып, барлығы білімді ұрпақ тәрбиелеудегі атқарылып жатқан іс деп түсінемін. Идти в ногу со временем. Мы должны вести разъяснительную политику, в первую очередь с родителями. Қазіргі білім беру парадигмасы білікті адамға бағытталған білімнен мәдениет адамына бағытталған білімге көшуді көздейді. Бұл білім беру жаңаша ұйымдастыру оның философиялық, психологиялық, педагогикалық негіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. Ал бүгінгі күнде мектептің жаңа реформалық жүйесі 12 жылдық білім беру турасында әрбір өзінің кәсіби деңгей жетілгенде есептейтін кез келген мұғалім, білім беру қызметкері бұл жүйенің қыр-сырын түгел меңгермей, бала дамуының мәселелерін түгелмен меңгере алмайды. Сондықтан да білімнің жаңа үлгісі өзіне сәйкес жаңа мұғалімдерді талап етеді. Ұстаздар үшін тиімділігі бұл шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдердің жан-жақты ізденуіне уақыты бар. Ал оқушылар үшін тиімділігі дейтінім 5 күн оқып, 2 күн демалады. Айтатын нәрсе оқушы ата-анасымен бірге болады. Яғни ұлы әкесімен, қызы анасымен бірге, отбасындағы тәрбие одан ары қарай жақсы жандана түседі деп ойлаймын. Шебер ұстаз қай уақытта да бәріне үлгеріп, бәрін өзінің бар білімін балаға жеткізуге ол 40 минут болсын, 45 минут болсын үлгереді деп ойлаймын. Бұл 11 мен 10 сынып оқушылары Диас Қыдырәлиев пен Балнұр Төлепбай екеуі де оқуда жақсы нәтижелер көрсетіп жүрген үздік білім озаттары. Диас алгебра, география пәндерін сүйіп оқиды. Өз болашағын Назарбаев университетіне түсіп менеджмент, яғни бизнес саласынан көреді. Ал Балнұр мектепті тамамдаған соң Қазақ ұлттық университетіне түсуді мақсат тұтады. Балнұрдың айтуынша елімізде білім беру жүйесіне орын алып жатқан қандай да бір жаңашылдықтар болмасын, ол тек мемлекетіміз бен ұлт болашағын сапалы білім алудағы істеліп жатқан ілкімді істері дейді. Еліміздің болашағы көркейіп өркениетті елдер қатарына қосылу бүгінгі ұрпақ, яғни біздің бейнемізден көрінеді дейді. Біз осы білім беру жүйесіне қалыптасып отырмыз. Қазірде бұл біз үшін өте оңтайлы әрі тиімді болып келеді. Негізінде біз үшін ең маңыздысы бұл білім беру жүйесін әлемдік стандарттарға сәйкестендіре отырып, біздің бейімдік пәнге деген құлшынысымызды арттыру. Яғни біз тек қана сабақпен ғана шектелмей, сонымен қатар сабақтан тыс қоғамдық жұмыстарға да атсалысуымыз қажет. Мен өзім тарапынан айтатын болсам, 11 сынып оқушылары, яғни бейімдік пәндеріне көп көңіл бөлуге өздерінің уақыттарын табады. Қазіргі таңда әлемнің даму қарқынды дамып келе жатқандықтан біз мектеп оқушылары осы заманға сай болуымыз қажет. Яғни жаңадан енгізіліп жатқан, жаңартылған білім мазмұнының бізге тигізер пайдасы зор. Сол арқылы біз өзіміздің ойымызды ашық, анық айтып, және де түрлі әдістемелер арқылы алдыға қойған мақсаттарға жете аламыз. 5 күндік оқу жүйесіне көшкелі бері біздің мектеп оқушылары осы сенбі күні өзінің қосымша сабақтарына еркіндікпен бара алады. Қазақстан әлемдік білім беру кеңістігінде ең отандық білім дамуының стратегиялық жоспарын әзірленуде және соған қарай ұлттық білімнің жүйесін жетістіктері мен білім дамуындағы жалпы әлемдік үрдістерді ескеретін жаңа үлгісіне көшуді талап етуде. Білім бере отырып, тиімді жолмен жаңа заман тұлғасын қалыптастыру әр ұстаздың мақсаты екені анық. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі мұғалім қоғамдағы орнын бағалай отырып, сіздер мен біздер тек болашақ буынды ғана емес, жалпы азаматтық қадір-қасиеттердің мән-маңызын түсінетін, жаны да тәні де таза, білімді патриот азаматтар буынын тәрбиелеуге міндеттіміз деген еді. Тәуелсіз ел тірегі, білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған мәселе білім беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі, тәрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда білім ордасы мектеп, ал мектептің жаңа мұғалімдердің басты міндеті өз ұлтының тарихын, мәдениетін, тілін қастерлей және оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға ұштастыра білетін тұлға тәрбиелеу. Бүгінгі осы, қош, сау болыңыздар.